Көпірлерді реконструкциялау бойынша 3 жоба кірпішті және Ақжар тұрғын алабында қолға алынған. Ал автомобиль жолдарының құрылысы бойынша ауданда 8 жобаның жұмысы аяқталып қалған. Белгіленген аумақ 65,3 шақырымды құрайды. Өзекті мәселелердің бірі бұл автомобиль жолдары екенін білесіздер. Автомобиль жолдарын реконструкциялауға қатысты бүгінгі таңда жүріп жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Мынау Елек және Қарғалы өзендері арқылы өтетін кірпішті Ақжар 2, Ақжар 1 аумақтарын қамтитын автомобиль жолы бүгінгі таңда 2 жолақтыдан 4 жолақтыға дейін реконструкциялау бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Кірпішті тұрғын алабының автомобиль жолдарының құрылысын салу, жарық шамдарын орнату, жаяу жүргінші жолдарын салу, суағарларын салу. Негізгі жұмыстар 95%-ға жуығы аяқталып отыр. Жол құрылысы жұмыстары Заречный 3, Жарық 2, Кеңес Нокин, Қызылжар 3 тұрғын алаптарында жалғасты. Ал келер жылы тағы да бір қатар тұрғын алаптарда жүргізіледі. Ақжар 2 және Өрлеу, Шилісай секілді елді мекендерде жалғастыру жоспары бар. Әрине енді жобалар мысал үшін бір Ақжар 2 елді мекенінің өзі 42 километрді қамтиды. Бүкіл ауыл ішінің жолы, суағары, жаяу жүргінші жолы, жарық шамдары, сондықтан да жобалар бірнеше жылға ауыспалы болып табылады. Ал 4 жоба бойынша автомобиль жолдары күрделі жөндеуден өтеді. Бұл жерде Қорайлы тұрғын алаңындағы негізгі орталық көшесі, Есет Батыр көшесін автомобиль жолдарын күрделі жөндеу, Нахимов көшесі және Заречный 1, Телефонный, Солнечный көшелерін жолдарын жөндеу мәселесі болып табылады. Әрине енді жұмыстар өз жалғасын келер жылда табатын болады. Сонымен қатар биыл ұзындығы 13,6 шақырымды құрайтын 6 көшеге орташа жөндеу жасалды. Бір қатарында жұмыстар аяқталып, жаяу жүргіншілер жолына тас төселіп жатыр. Жалпы өздеріңіз көріп отырсыздар, осына Алтынсарин көшесі, Ломоносов пен Ақтановтан бастау алатын қиылысы. Сонымен қатар өндірістік аймақ дейміз бізде, АЗФ завод жақ, Заречный 3, Ташкент көшелерін атап өтуге болады. Және Кеңес Нокин даңғылы және Салық Бабажанов көшелері. Қазіргі таңда енді Саяжай, Есет Батыр тұрғын алабы, Ақжар 2, Төменгі Қорайлы, Абай көшесі, мектепке апарар жолдары жалпы 6,5 шақырым жолды жөндеу бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді. Жол қатынасын реттеу үшін жолаушыларға арнап 30 қоғамдық көлік сатып алынып, қолданысқа берілді. Ал абаттандыру бойынша 35 қоқыс алаңдарында жөндеу жұмыстары жүргізілді. 10.000 шаршы метрге жаяу жүргінші жолы салынды. Аудандағы көшелерге 1000 дана жарық шам қондырылды. Алдағы уақытта инженерлік желілерді жаңарту мақсатында Жаңа ауыл 1, Ақжар плюс, Рауан 2 тұрғын алаптарында электр, Жаңа ауыл 1 мен Рауан 2 тұрғын алаптарында газ, ал Шиелісай мен Кірпіштіге су желілерін салу жоспарда. Нұрболат Қуантайұлы, Николай Сербов, Азамат Зауханов, Ақтөбе телеарнасы.